Не, но bizim бамбуковая бумага, да? Но обычная набережная чугунная бумага. Енді қарасы. Дәріхана бағана, мынау метрлап жыртып аламыз. Енді мынаны сөйтіп метр, точно метр болып тұр ғой. Енді өз қолымды сүртіп көрсетейін. Не, пожалуйста, қараңыз. Не, мынау қолымда мен былай сүрттім, допустим. Енді қараңыз. Мынау біздің бамбуковый қағаз. Лаксы де солай ғой? Ана 4-слойный, 5-слойный бар. Мынаны кереміз, да? Мынау қолымды сүртейін. Ана заказ нет деп мынандай жазып жүрген, ренжіме кірмейін деп, потом на следующий енді қараңыз. Мына қолымды вот я свечу, көрдіңіз бе? Әлі бар, посмотрите. Енді қараңыз, мына қолымды нетейін. Қараңыздар, қаншама бактерия, микробтар, көрдіңіз бе? Қанша микроб. Енді, смотрите, из чего делают эту туалетную бумагу, да? Уже жыртылыватыр. Мынаны қазір есе алсам, она прям как есть, солай болады ғой. Даже жыртылмайды қазір. Ладно, это отдельно покажу. Бұны неден сөйтіп, мынаны қазір мен алып, если вот воду закину, да, ол просто еріп кетеді, да, кашицаобразный болып қалады ғой, кашица болып қалады. Бұны полностью сельхоз отходы, макулатура, шелуха, коробки, да, грязные, плюс лотки из-под яиц. Вот считайте, даже лотки из-под яиц, там сколько микробов, бактерий, да, именно сальмониоз, да, соларды бүкіннен осындай кашицаобразный жир жасайды, үлкен производственный чанда болса су қосып каша жасайды. Енді қараңыздар, сол кашаны, если 2-3 күн тұрып қалса, не істейді, даже сами если кашу готовите, бір күн, 2 күн плитаның үстіне тұрып қалса, она начинает пахнуть, да, иісі шығады, сосын плесенью начинает покрываться, көгеріп деген сақылды. Осы не, сол производственный чанда болғанда тоже солай болады ғой, сондай реакция. Сол үшін, сол көгермеу үшін, иісі шықпау үшін, да, оған именно формальдегидтарды қосады, оған именно свинец қосады, көп нәрселерді қосады сондай, білінбеу үшін. Не, пожалуйста, сосын оны именно подсушивает ыстық жел немен, и именно осындай рулоны қағаз шығарады, пожалуйста. Енді жаңа вы сами, да, видите, қолымда қаншама микроб бактериялар, мынаны вот просто сесті болған кезде, микроскоптың астына келіп қараған кезде, мына жерде ол кісілер вообще ужасно уже айтып жатыр ғой, мынаның ішінде именно микробы, бактерии, яйца паразитов есть и грибки есть, которые даже вызывают рак прямой кишки. На туалетной бумаганың ішіндегі формальдегидтар бар, они даже раннее половое созревание вызывают у детей маленьких. Вы представляете, чем мы вытираемся? Енді қараңыздар, бұл жерде енді мен, например, прокладканы алайық, да? Но бүкіл прокладкалар, например, тоже мусордан жасалған, можно айтуға, мынаны да, ішінде наполнение. То же самое, енді біз оны да экспериментировать етеміз. Қазір қаншама, например, кісілер ауру, да? Именно по женской части, вагинит, кальпит, да? Молочница деген сияқты, эрозия шейки матки, эндометриоз, неше түрлі бар. Енді мынау даже дұрыс жабылмаған ғой. Мынаның ішінде, если бы қарасақ, асы технический клей, наполнение то же самое, мынау почти. Остатки салафана, пластика, неше түрлі. Просто агрессивными отбеливателями все это заливается и мынаның ішіне наполняется. Мынаның ішін қарасаңыздар, тоже көп күн болып, тоже мынау микробтар болады. И мына прям сумен эксперимент сосын жасап көрсетіп сізге. Если мынаны нете, мынау шылқылдап қалады. А біздің прокладкалар олар анионовый чиппен болады бізде. Ол жерде турмалиновый камень бар, ионы серебра бар, ішінде агар-агар деген растение полностью. И они полностью не хорошо. Мынаның мен ашып тастадым, да? Бүкіл микробтар, бактериялар. Мен мынаның ішінде даже дұрыс жабылмаған. У нас, смотрите, видите, полностью вот так открыли, мне надо полностью, и мне надо было алып шығамыз, и взяли вот так вот, и обратно аккуратненько закрыли. Она всегда герметичная, всегда стерильная. Нормально, и надо было не типа, пожалуйста. Полностью, и вот мне наши серый волнообразный палочки, это турмалиновый камень, ионы серебра. Это был вообще классная прокладка.